ең ауыр сұрапыл соғыстың аяқталғанына биыл 75 жыл. Зарықтырып жеткен жеңіс күнінің қадірі бәріміз үшін тым қымбат. Сол бір қиын күндер адамзаттың жүрегіне өшпес із қалдырды. Ауылда қалған қариялар, бала-шаға, зауылдаған оқ пен лапылдаған от жалынның арасында жүрген бауырларына, әкесіне, ағасына сет болсын деп бәр күш жүгерін салды. Тылдағы әрбір күнде соғысқа теңеді. Бүгінгі мамыражай тыныш өмір сүріп жатқанымыздың өзі қаһармандарымыздың қалыптастырған берік те бекем бірлігінің нәтижесінде келді. Әуеде ұшқыш, теңізде теңізші, окопта әскер, тылда еңбеккерлер, бәрі де ұлы жеңіс үшін өз кеуделерін оққа тосты. Отан атты ыстық ұғым, тәтті сөз, қарсы келген дұшпандарына қаймықпай қарауға жігер беріп рухтандырды. Туған елдің тәуелсіздігі мен бостандығы үшін жанын қиған батырларымыз бен қаһармандарымызды мәңгі есте сақтаймыз. Отан үшін отқа түсіп, қан майданнан аман оралған қандастарымыздың алдында бас иеміз. Құрметті ұлы отан соғысының қатысушылары мен тыл ардагерлері, ауыр күндердегі адал еңбектеріңіз бен белсенді азаматтық ұстанымдарыңыз үшін бас иіп алғыс білдіреміз.